Сәлем, видеоны көріп отырған жан. Осы YouTube каналды кім жүргізеді, авторы кім видеолардың деген сауал сіздің де ойыңызға келген шығар. Соңғы видеолардың астына өзіңізді де таныстырып өтсеңізші деп көп жазатын болыпты. Ылғи да пайдалы ақпарат бере бермей влогта түсіремін деп шештім бүгіннен бастап. Есімім Жұлдыз болады. Жасым 25-те, Қазақстанның оңтүстігіндегі Тараз қаласында тұрамын. Тұрмыстамын. Жігітім өзімнен 4 жасқа үлкен. Есімі Қайсар. Тұрмыс құрғанымызға 5 жыл толды. Бір қызымыз бар. Есімі Таңсұлу 4 жаста. Мен негізі оқыған мамандығым бойынша математика пәні мұғалімімін. Мектепте жаратылыстану бағытқа, есепке өте жақсы қабілетім болды. Өзім ұнатып оқуға түскенмін. Әйтпесе көп айтады ғой, почти 70-80% мектепте математиканы жақтырмаған, ұнатпаған, қиын деп санаған. Негізі особо қиын пән емес. 3-ші курс оқып жүрген кезде тұрмысқа шығып, балалы болғаннан кейін 4-ші курста диплом алып, әлі сол күйі мектепке жұмысқа шықпадым. Бірақтан сол студент болып жүрген кездерде репетитор болып частный мекемелерде жұмыс жасайтынмын. Сонда бұл қыз мектепке жұмысқа шықпаса не істейді, декретте сонша 4 жыл бойы отырма деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, 4 жылда менің оқымаған салам жоқ шығар. Өте көп салада өз-өзімді шыңдап көрдім, сынап көрдім. Бірі ұнады, бірі ұнамады. Ал қазіргі таңда мен Instagram жүргізем, блог жүргізем, TikTok жүргізем. Мен сіздерге астына сілтемесін қалдырып кетем. Тіркеліп жазылып алыңыздар. Сол жақтан мені көріп отырсаңыздар болады. Ол жақта әрдайым белсендімін. Қазір YouTube канал жүргізіп бастадым. Жалпы мобилограф болып жұмыс жасаймын. Өте маған ұнайды, жаныма жақын. Осы YouTube каналда әсіресе видеоны қалай түсіру керек екенін үйретемін. Одан бөлек әшекей бұйым жасағанды қатты жақсы көрем қолдан. Қазір өзім тағып шықпаппын бар ғой үйден. Сол ручная работа жасап, арасында соны сатамын. Алла бәрімізге қабілетті үйіп төгіп беріп қойған ғой. Бір адамның басында қаншама қабілет бар. Соның әзірге 3-4-еуін ғана қолданып жүрмін. Әкем, анам, қайната, енем бар шүкір, бауырларымыз бар. Үйдің 3-ші қызымын. Ал қайын жұртта үйдің тұңғыш баласына тұрмысқа шығып, үйдің үлкен келінімін. Жолдасым да өзім де осы Тараз қаласынанбыз. Жігітім, қызым, өзім үшеуміз қалада, өз үйімізде тұрамыз. Ал ата-анам да, ата-енем де қаланың сыртындағы ауылдарда тұрады. Ол кісілерге енді жиі барып тұрамыз. Дәл қазір өзіміздің үйдің жанындағы көлдің жағасында сіздерге арнап видео түсіріп отырмын. Бүгінге осы таныстырғаным да жетер. Алдағы уақытта бұдан да көп сіздерге өзімді ашып таныстыратын боламын. Неше түрлі пайдалы ақпараттар да күтіңіздер, влог та күтіңіздер. Бастысы қолдап жүріңіздер. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сау!